Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біздер бір Алматының бүгін Көктөбе деген жеріне келдік. Көктөбеде мана Алматы алақандағыдай болып көрінеді дейді. Соны қарайын деп келатырмыз дейсің ғой. Автобустан түстік, маршруттан. Өстіп енді өстіп жаяу көтеріліп келе жатырмыз. Қазір мына жерден маршруттың тағы да жоғарыға шығатын маршрутқа мінеміз да. Мына жерге жаяу баратын болсақ, ұзақ жүретін шығармыз да. Мына автобуспен шығады жоғарыға. Мына жерден кассадан билет алады қазір. Бір детский, так екеу, төрт взрослый. Бару, барып қайту. Бару. Иә. Екеуі. Маршрутқа билет алдым. Взрослый билет 1000 теңге бір адамға. Тек баруына келуге алған жоқпын. Білмеймін, аншақта тағы адамдарымыз бар ғой. Солармен көрерміз. Мынау 500 теңге детский билет баруына. Сонда бару 1000, келу 1000 болып тұр ғой негізі. Жүріңдер, бізбен бірге барайық. Жүр. Иә. Біз маршрутқа сыймай қалдық десін. Сыймай қалдық, келесіне отырамыз. Біздерде отырып алдық, ең алдына күшті болып. Негізі мана автобус кетіп қалған жақсы болды да. Ең бір сыймай қаламыз жақсы болды. Қазір шығамыз бұйырса, төбеге қарай бізбен бірге қарап отырыңыздар. Газельмен кіріп кету керек. Күшті да. Келдік, тез келдік қой. Мына жерде ең әйгілі Керім Абай деген ресторан бар. Қайда? Мынау. Анау сол ма? Иә. Не бар онда? Ресторан ғой, Абай деген аты. Кәдімгі ресторан, қымбат ресторан. Мен официант болып кеттім, сосын түсірмей жатсың ба? Мен заказ беріп келдік қой. 15 минутта дайын болады дейді. Ал жиінде тамақтарымыз дайын болды, пиццаларымыз. Апарып тек та нелер, подностарын. Қарық көшеш жайлап. Чай алдық. Марокканский чай ма? Ала қызым, жиіндер ас болсын. Олар қаншадан алды? Білмеймін, осының бәрі 15-ке шықты. Мынау 900 теңге әйтеуір білетінім. 4-900 теңге. Қалғандарын санаған жоқсыз, осы 15 мың. Күшті жер екен, иә. Кешкі алматы, түнгі алматы, түн болған жоқ әлі. Әдемі болып тұр, күшті. Ауа райы да керемет. Қайда шықтық күлігі? Тамақтан шықтық, Көктөбенің төбесінде. Мына артта нені ғой? Налды ойды та? Карусел дегенде. Қандай атын еді? Осы ме? Соғанда болады. Мына жақты өстейік, мына жақты Алматы болып тұр, алақандағыдай. Соғандардың бәрі үш жерге келді. Түсіріп алсайшы. Жоқ, фото өтсе тұр. Анжа Көктөбе деген жазып тұр екен маркетинг. Фото өтсе ол болады, если что. Мына жерден тағы жақынырақ көрінеді дейсің. Мынау не жаңағы? Канатқа келіп жатқан. Канаткіден ағыс шетінен келу 3000 теңге, барып келуге 5000 теңге деп. Мен бойым жетпей жатыр. Мынау каруселге міну ересек адамдарға 2500 теңге екен. 12 жасқа дейінгі балаларға 1000 теңгеден. Ана жерде сахнада айқай шу концерт болып жатыр ал. Неге адам деген аңызға толы. Нана, қисық үй дейді, перевернутый дом деп айтады осы. Төбесі жерге қарап төңкеріліп тұрған үй ғой. Бұның ішіне біз бұрында кіріп көрдік. Ішіне кіргенде деген басың айналады да, заттың бәрі тез қарап тұрды ішіндегі. Мынау шаруанда тұрған машинадан тез қарап тұрған. Мәшіне баяғыда міндік қой, қалай болды ал? Міндік, бұның ішіне мінгенде жүрегіміз айнып, басымыз айналып кетті. Осы айналды, мен де өте өтіредім сол. Қызым, сен де міндің ғой да мұнда бұрында? Иә, бұл вообще жаман болып кетті. Түскеннен кейін де бірталай басымыз айналды. Қараш, өзгертіпті да, басқаша кішкенде. Басқа үй қойған сияқты, үлкен қойған сияқты, бұрын кішкентайлау болды. Бұрын кішкентай еді. Кішкене өзгеше болып тұр екен. Биылдың билеті қанша екен? Білмеймін, мен қызым маған мінем дейді ал, не істеймін? Үлгерілген үй дейді, 3 жастан 11 жасқа дейін. 2500, 12 жастан әрі қарата 3000 теңге дейді, ересек. 2,5 да? Балаларға 2,5, былай 3000. Мынау мына жерде мінеке аттракцион бар, балаларға арналған. Бұдан да бастан алдырады ғой да енді. Әркімге енді әртүрлі. Карусел 1500 дейді. Бұл ересек пе балаларға да ма? Бір баға да? Екі бір баға дейді. Әр жерде мінеке басқаша тағы да ойнайтын әртүрлі. Билет алып 3 минут. Мынау бұқа деген жаңа қаржының символы ғой негізінде. Америкада, Нью-Йоркта қалай бір банкі бар. Соның қасында тұратын әйгілі бұқа бұл. Қаржылық сауаттылықты арттыратын шабуылшы бұқа деп аталады негізінде. Бұл бұқаны осы жерге де келіп қойыпты ғой. Мына жерде мынау аттракционда бар ғой, постоянно осындай өтіп жатып
Şiit'im ne жерде? Осы түбі. Қазір ар жағында да баратын жерлер бар. Үнді мәнжу? Иә, үнжіман кетті. Қайда же? Еще видеоға түсіріп отыр ғой. Түсіріп отыр ма? Қайда? Әне отыр. Қызым, сұлу. Басып алып кеткен жоқ па? Нормально ма? Қағыда? Видеоға түсіріп алып. Сыйлыққа болатын заттар иә, кілең? Иә, кілең андай. Сувенирлер ма? Сыйлықтар. Кілең, қазақша, Қазақстанның символдары. Бағаларым. Не бар екен? Мына Алматы деген. Алматы ма? Алматы ғой, жет. Алматы деп қойды. Алматы. Қазақша Алматы деп айтуымыз керек та. Алма-ата деген қалды иә, достар? Алматы. Алма-ата деп айтпаймыз, Алматы деп айтамыз. Мына Алматының апорты. Апорт қанша, алма қанша? 2000. Неше түрлі заттар, қамышы бар, аспектар, тақиялар. Сыйлықтар неше түрі бар екен, иә? Шеден алуға болады сыйлықтар. Мынау қанша, мынау? Тымақ. 35 мың. 35 мың. Ненікі мына қасқыр ма? Түлкі ма? Түлкі. Мына жерде де неше түрлі. Түлкі ма? Келгенде қорғау кетпей-ақ осы жерден базарлыға кетуге болады. Солай ма? Иә. Мына түлкінің нелері бар. Терісі. Қамшылар ма? Мына жерде мүйіз деп та. Мына қош, мүйіз бені. Аяғы ма, аяқ па? Тұяқ па? Тұяғы міне. Қанша? 23 мың? 23 мың. Не бар мына жерде қызық? Ерекше не бар, ерекше? Мына алма қанша? Мына алмалар жана ма? Сыйлыққа? Сыйлыққа беруге болатын заттар бар екен. Мына жерде машинаменен міне бар балдар мына жерде айналып жүруге болады. Қанша екен біліп кетейік? Қанша балдар машинаменен? Ешкімнің қолы тиіп жатқан жоқ ау деймін, жауап береді. Коляска жоқ па? Қабаттасып отыр бәрі. 5 минутта 1500 теңге. Мына жердің бәрі сувенир екен, иә? Базарлық сақыт алып кетуге болады, базарлық алып кетуге болады. Ата. Алдар көсе. Ата ма, алдар көсе ма деп? Қазақстан деген жазуы бар екен мына жерде. Мынау негізінде ана несіне бізге керек зат қой мынада. Жатқа? Ана неге салып қояды бүйтіп. Чүнк ішінен түсіп жатады. Дой-сүй орайтын ба? Мына жерде руың кім деген қызық зат Руың тұр. кім дейді ғой? Мына әртүрлі рулардың. Біздің руымыз бар ма екен? Жоқ, қарап жүрші. Адай тұр ғой төні. Не, адай деген тұр ма? Кіші жүзі адай. Алып ола ма? Не дейді, ерке қыз деген тұр ғой мына. Осы ма сұрайтындарың? Ерке қыз дейді, Алматы дейді. Мына жерде мынаны қара. Мен Найманмын, бірдеңемін деген нелер, кодовкалер жазылып. Найманмын, если что дейді. Саламатсыз. Я бізде арабтар, түріктер, Индиядан келгендер. Ең бұндай көрмегенбіз өмірімізде деп. Бұл дүние жүзінде жоқ деген не бұл? Жібек па не бұл? Жібек, те? и киіз. Андай киіз материал сияқты, иә, баяғы да? Эксклюзив па сонда бұл не? Реально эксклюзив. Бізде білесіздер ме, даже Басқа жерде сатпайды. ұстайын, былай кете алмай қалады прям. Қанша бұлар? Мурашка, у них, знаете, орыс қыздар, жас қыздар. Мынаудан ұнайды, мынаудан ұнайды. Бәрін алып салмай, қайсысын аларын білмей жатыр ма? Ja, қайсы бәрі бірінен бірі өткен әдемі. Олар қанша дедіңіз? Біз шапандар тұр. 5 мыңнан бар, қараңыздар, қызыңыздан әшейін алыстан. 10 мыңнан бар, и 5 мыңнан. Әртүрлі. Ja, қараңызшы, әні. У них такие эмоции. Сары сияқты болып кетті ме, индиянкілер сияқты болып? Ja, бұл әдемі. Күшті екен. Дүкеннен шыға алмай қалған сияқтысың Гүлке. Иә, біздің үстімізге анау нелерді іліп тастағанда не істерімізді білмей қалдық, аламыз да қараймыз ба деп. Алмадың мен. Қанша дейді? 5 мыңнан бар, 10 мыңнан бар. Эксклюзив деп қояды, иә? Сатушысы жақсы нетеді екен, сатады екен. Сатады. Кигізіп, орап көрсетіп сразу. Что сразу мақтап кірісіп кетті, не бар деп еді? Менің қызым енді, ойының қызым сондайға жақсы көреді ғой. Мынау ма? Так, не дейтін еді, тірейді ма? Шынымен де кіріп батқан сияқты боласың, ұшып баратқан сияқты боласың. Самолетпен. Андаймен кетіп батқан сияқты боласың. Смоля. 5 минут, 10 минут роликке байланысты 1500 теңге екен. Мына жерде Біз қазір енді кешке келдік түнде. Жарық болса бар ғой, жарық болса мына жақта әдемі болып көрініп тұрады. Ар жағынан тау көрініп. Қараңғы енді. Ауызбен жеткізу мүмкін емес та. Мына аттракцион балдардың ойнайтын жері. Батып, үстіне бұқан үстіне міне шабатын болып тұр. Бұл күнде театр деген.
Мына скала деймін, ал дейді мындайды. Şu alpinistler. Жоғарыда. Ана балдар қорықпай. Міне жүріп келатыр да, бірақ белдерін байлайды, белін байлағанмен де, дегенмен де. Қорқынышты. Қорқынышты жоқ, құламайды ғой. Қорқынышты. Сонда да қорқынышты ма, ана қараш? Үйренген балдар ғой. Скала деймін мындайды. Мына жерде неше түрі бар міне. Мынаның арасымен айналып жүреді де. Мына жердің өзі, мына жердің өзін әдемі ғой. Көп кішкентай қыздарға дейін. Ана жерім жүріп бара жатыр я, қорықпай. Күшті? Корм кімге беретін? 3 теңге дейді. Ана нелерге ғой? Зоопарктегілерге. Жанға аудара саласында. Кормды алып кетеміз. Ана жерде қазір қояндар, ешкілер, қанша неше түрлі аңдар, жануарлар бар. Соған да барармыз қазір бұйыртса. Мынау не екен? Фастфуд. Қайда не жатты? Ана негемен жүруге ма? Скаламен жүруге ма? Скала дейді ғой да мына? Не деп айтады? Веровочный парк. Скала мына жақта ма? Скала анау. Қанша дейсіз? Скала анау екен. Тіке жарға шығатын скала деген. Мынау веровочный парк. Арқан парк деймін сонда? Жақсы әдемі. Қанша ол? Жарымнан бастап 5 мыңға дейін дейді. Арқанмен жүретін. Қытай балдардың ойнайтындары көп екен, чем үлкендерге қарағанда. Маған білесің ба, бәріңді кіргізіп жібергенімізді былтыр келгенде. Мына ішінде секіріп ойнайтын жер деп қойайын ба? Басқаша білмеймін, қалай айтады оны? Секіріп ойнайтын жер ма? Батут сияқтылар ғой. Мынаған да мінді ғой, иә. Сен тауықтарың сияқты тауықтар бар екен да? Тауықтар деген түнде қараңғыда ұйықтайды ғой. Сразу ағаштарға мініп алып. Тауықтар емес пе не? Басқа, иә. Әдемі андай павлин сияқтылар. Үнді тауысы дейді. Индийский павлин дейді. Қайда өзі? Өзі әне тұр. Мына жерге түн болып кетті, дұрыс көрінбей жатыр да камера. Тезде жарық жерлерді көрсетейік. Мына жерде не, қараңғылау екен. Не бар? Аппақ. Көгершін ол? Көгершін ба? Мына жақта қызықты бірдеңелер бар екен, қарайық. Ішінен көрініп тұрған жоқ. Күндіз келу керек. Мына жерде ақ тауыс, белый павлин. Павлинді қазақша тауыс дейді екен ғой. Да, Өке? Павлинді қазақша тауыс дейді екен ғой. Тауыс. Оқалдың ба? Өзіміздің жемімізді беруге болмайды екен, иә? Жерді сатып отқан жемдерді беру керек. Штраф 10 мың теңге. Мына жерде мындай жемдер сатылады. 300 теңгеден де. Тастайран көрінді. Жақсы, түсіндім. Не, менің тауықтарым. Мына жерде бар міне. Тауықтар ма мынау? Тауық емес па? Қайсы әкесі? Қазан дейді, жетісу қырғауыл дейді. Қырғауылдар әне ұйықтап жатыр. Ұйықтаймыз дейді, демаламыз дейді оларда. Мына жатыр ма ішінде? Мынау не? Менің тауықтарым сияқты деймін. Мына карлик тауықтар емес пе мынадай? Жоқ, басқа біздікі сияқты ғой. Сондай ма? Чикен дейді. Жоқ та мына жерде де ұйықтап отыр ма? Бәрі жатып қалған ғой уже. Ал жер әріге шайғанда. Суреттерін көрсетіп шықпасын. Суретін көрсеткенде не болады ол? Бәрі ұйықтаған, маужырап ұйықтап отыр да қыз. Иә. Кәдімгідей не бар? Бастарын төмен салып алған ғой. Бастары төмен салып, көзін ашып сықалап отыр. Не ұрынғасыңдар? Мына жерге андай кішкентай балдармен келетін жер негізінде. Сосын кішкене жарықта келу керек деген. Жарықта келсе жақсы болады. Иә. Бұл жерде енді қатты ыссы болмайды ғой. Күндіз келе беруге болады да. Жарықта келу келгенменен отырып жаңағы тамақ ішеміз дегенше кеш болып қалды дейді жарықта келген. Ертерек келген дұрыс екен. Мына жердегі нені көрдің бе? Жоқ. Парктың несі. Не бар, не жер, қай жерде не бар екен, схемалары ғой. Карта ғой. Карталары, иә. Инжу деген ресторан. Қызым көріп қалды. Инжу деген ресторан бар ана жерде. Жоқ, жаны менің қызымның аты. Қызымның аты ғой Инжу. Кез келген жерде әрбір шақ сайын. Жем. Жем 3 теңге ме болды? Алейін бе? Арнайы жемдер. Басқа жем беруге болмайды, сатып алып беру керек осы жерден. Басқа өзің жем әкеліп берсең 10 мың теңге айыппұл. Мынау ояу жүр ғой мінекей. Не мынау?
Не деп айтылады? Білмеймін, менің қызым керік дейді ғой. Керік? Не ояу жүрген нәрселер. Не берер екен? Кім не Осындай берер аңдар бар екен? осы. Қарап тұр ғой. Әне жем сұрап тұр енді. Бұл жерге манағы әркім өзін жемін беруге болмайды дегенде басқаша бірдеңе беріп қойып, ол зиян болып қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Иә, дұрыс. Мә, мына жақта не ғой? Көктөбе осы. Бер жеріне барып шықтық деймін да? Айналып шықтық қой. Айналып шықтық қой да бер жеріне? Лама дейді, лама. Тұрсыңдар Лама. әдемі де? Неге зоопаркке де баруға болады негізі, Зоопаркке барғың келмейсің, иістері жаман болады. Иә, ішіне кіргенде әсіресе жалғыз жерлерінікі ма? Бегемоттың жеріне барғанда мәселесі. Барып жүр қой, жалпы. Жоқ, көрермендерге көрсетпейсің Бір бе? сәті түскенде барармыз оғанда. Өзің бару үшін көрермендерге көрсетпейсің бе? Бар сәті түскенде барамыз. Мына жерде киімдер бар қазақша. Суретке түсетін жер ғой. Иә. Солай ма? Фотозона ма? Фотозона. Аласың ба, алмайтын болсаң оны. Жоқ, просто бағаларын сұрап кетсең. Жоқ, қаншадан? Фотозона. Мына жерде ма? Киім киіп, фотоға түсеміз. Телефонға түсуге болмайды, өзін түсіріп Шығарып бересіз де. 1500, 2000, 2500. Телефонға болмайды. Әдемі екен. Біздер түсіріп шығарып береді. Фотосессия жасауға жақсы екен. Иә. Инстаграмға. Инстаграмға күшті болып көрінеді. Анау. Қайсы? Ана жерде қолына ұстап фотоға түсуге. Қай жерде тұр? Ана жерде тұр. Қанша деді? 1500 деді ма? Фото 1500-нан басталады. Осындай. Менің қызыма керім болып тұрады, анан тез қойсаң. Ноң. Вот. Мінекей әдемі осындай. Көктөбеде осындай жерлер бар. Бәрін айналып шықтық. Мына жерде айтпақшы не бар ай? Елесін деген айна. Мына ішіне былтыр балдарды кіргізіп жібердім, өзім кірген жоқпын ғой. Қолдарына мешок андай не кигізеді де, салшан. Сосын ана, короче, айна сияқты болады, айна еместер де бар. Ана жерден өтуің керек те, соғыспай. Қорқынышты ма үшін? Жоқ, қатты қорқынышты емес. Просто ана соғысып қалмауың керек. Сондайлар бар мына жерде. Бұл жер сыртына жүріп келатқанда нең түсіріп алады да, аласың ба деп көрсетіп сатады. Әдемі шығады бұл жер жүріп келатқанда. Иә. Андай ойда жоқта түскен фотолар күшті шығады да негізі. Ана жүріп келатқанда міне мындай қылып түсіріп алады да, алдына шығып көрсетеді, сол 1000 теңге дейді. Иә, күшті жасап тұр да. Сосын неден береді, андай электронный қылып береді, сосын мен түсіріп жатыр. Қайсал көрейікші ол, қандай болып шыққан. Әдемі шығады негізінде жер бар ғой. Анаға күшті шықты ғой. Әдемі шыққан екен. Қағыла деген де дек да. Черновелый болып шығады. Қағыла дегенсінде де күшті ол. телефондарымыз бірге жеп тұрамыз. Черновелый болып шығады. Семейный фото түсіп көреміз ғой мына жақта. Черновелый болып шығады. Блогерсіздер ғой. Иә. YouTube канал бар. 1000 теңге. Гүлгалаев дейтін. 1000 теңге дейсіз. Өзім мына жаққа түсіп көрсеңіздер болады есепте. Не жатқа түсетін? Ол қайда пост Жоқ, не, фотозона енді қандай? Мана, мана. Иә. Контентке түсіп отырсыз? Контентке фото. Әдемі ол кино болу керек шығар ол. Сосын келеміз. Мына фотоңыз керек жоқ? Әдемі шыққан екен негізі. Сен де мені түсіріп алып жүрсің ғой. Жоқ, анау фотоаппаратпен андай әдемі не беріп тұр, эффект беріп тұр, өтсің ба? Телефонмен түсірсең Мына олай жерді шығып қарас, төбені. Солай. Зонтиктер кірген. Біздің тыныш болып қалыпты мына жақта. Біздің неміз қайда? Командамыз қайда? Команда ерболдар ма қайда кетті? Міне отыр ғой мына жерде. Қайсы? Адамдар шығып жүр, кеш болса да. Сағат неше қазір? Сағат неше? Білмеймін. Телефон жоқ па не? Телефондар, зарядтар отырып жатыр ғой. Сағат 10-ға 5 қалды екен де, адам шығып жүр. Бірге дейін айтты да мұна. Ана әйел бақырып отыр. Мен жүді айқайлап қорқып отыр. Ана қолмен қорқып жатыр ғой. Өзіме бағыразым өзінде отыр. Мен мінемін. Өзіме? Мен қорқайды Өзіңіз қандай көрген керек айтып соған Үлкен мінейін деп жатыр.
ең қорқыныштысын дейін бе? Қорқыныштысы ма или жеңілдеу ма? Өз айтсын. Орташа ма? Секіріп кетіп жүрме, мына айналасын көріп тұрсың ғой, да? Секіре алмайсың деді. Жан артында ойлап қоятын екенсің. Қалай көріп тұр сізге? Анық па? Қорқынышты ғана. Мана бақырып отқан, ана кісінің бақырып отқан отырып отырсың. Кетті. Не көріп тұрғанын көрсетіп қойын. Апа, ашылды. Қорқпайтын сияқты, қорқыту керек еді негізі. Өз айтсын дедіңіз сізде? Иә, өз айтсын. Келекен қорқпайын деп отыр. Қалай қорқып отыр ғой? Қорқпайын деп отыр Келекен. Мама басым ешкітті. Қызымда жересі кетті өтсем бұлай аса кеше айтқанда. Ақшасын бердің бе? Мен берген жоқпын. Берші. Аяқтауым дірілдеп тұрады. Берген жоқсың ба? Кәбетшек. Сонда да қорқынышты екен. Жоқ, сен маған былай дедің. Ана адамға біліп тұрсың, айтып тұрған дедім. Бірақ ана адам мен де сөйттім ба? Иә. Жоқ, сенікі анадан қазіргенікі страшно келеш. Жерге жата қалдың ба? Жүрмейін деп. Сенің қорыққаның ештеңіз екен. Уф, олай құрсын. Ішім жарылып қалды. Мама. Жоқ, бұл жеңілдеуін таңдап ал. Жеңілдеу дегеннің өзінде қорқыныш көзімді жұмып алдым ғой, ана жерде өтейін жатқанда. Қорқынышты жаманда. Жоқ, андай. Жоқ, шынымен де өтірік екен біліп тұрсың, иә? Бірақ сонда да қорқынышты болатын болып тұр адамда. Уф, не болса да бір күлдім ау, иә. Болсын. Тамынды ма? Төменнен қазір келіп тұрған автобус сағат неше болды? 10-нан неше кетті? Толып келіп отыр ғой әлі. Ішіне адам полный түсіп отыр. Мындайда жеке машиналар кіре бере ме не? Мана кіруге болады деді ғой, 7000 теңге деді ғой. Жекеден келе ме не, олар не? Жоқ, бұлар қай жерге тұрады бұлар, парковка қайда? Жүктеп кете ме? Жоқ, парковка бар шығар. Полный болып келеді. Полный болып кетіп жатыр еще. Ал адам ағыл тегіл келіп жатыр дегенім ғой. Топ-топ қыстырып күнде отыр адамдар. Бұған да біздерді семей қалдық. Масқара да келіп жатқан, осынша автобус келіп жатыр. Әлі келіп жатыр еще. Сағат 10-нан кетті да, 10 жарым болып қалды ма? Біз кетейін деп жатыр, әлі жұрттар келіп жатыр. Кетті толыс. Бұл жерде қырған адам өтіп жетті. Талас Тармасов автобусқа міндік. Талас Тармасов мініп түсіп, енді ауылға қарата, үйге қарата. Кетеміз, жайлап бұйыртса. Ал дейсің, көке бірдім етесің бе не? Шаршап қалдым дейсің. Шаршадың ба? Иә. Неге? Мана немді, энергиямды алып кеткен сияқты айқайлап. Манағы секіргеннен бе? Дірілдеп тұр. Ал жақсы, осымен Көктөбедегі саяхатымыз аяқталды. Бізбен бірге болыңыздар.